19 май күні берттім. Түсіндіріп айттым, жатуға 1 сағат қалған кезде ішесіз. Міндетті түрде ұрттап 3 стакан, жидкости побольше 3 стакан су деп екеуіне түсіндіріп айттым. Мына біреу күйеуіңе мынау стакан, бір аптада 2 капсула ішеміз. Дүйсенбіде ішсек, арасына 3 күн тастаймыз да, мынаны бейсенбі күні ішеміз. Понедельник, четверг. Болды, бердімді ұмытып кеттім. Представляете, 14 июль күні сіңілім, ағамның қызы маған сообщение жіберді. Бүлеке, кеш жарық, у нас приятная новость, сүйінші, ұлжан көтерді, УЗИден жүректері шайықтаған, УЗИге подтвердить етер, 6 недель, 2 дня. Ағал мен математик тезес айтқа есептен ғой, мен қай күні бергенім? Берсем 19 май екен. Давайте есептейін деп. Бұл сонда 3-ші аптада мұнан бөлінім, ана 2 жасқа нәрестені сыйлап отырдым. Керемет па? Керемет, супер. Мына магний деген